Дидактикалық тапсырмалары бар парақшаға өту үшін мына сілтемені көшіріп Google-ға қоясыз. Google-ға қойғаннан кейін Enter-ді басу керек. Егер сіз Google-ға қойып, төменгі жақтағы жазуды басатын болсаңыз, басқа сайттар шығып кетеді. Сол себепті Google-ға қоясыз, Enter-ді басасыз. Мына жерге почтаңыз жазылады, төменгі жаққа пароль деген жерге сізге берілген пароль теріледі. Войти. Міне, сыныптар ашылды. Енді кез келген біреуін көрейік. Сегізінші сынып бойынша тапсырмалар бірінші параграфтан бастап рет-ретімен орналасқан. Тапсырманы ашу үшін көк батырманы басасыз. Үлкейтіп алуға болады. Келесі тапсырманы ашасыз. Келесі тапсырманы ашқан кезде, мынау алдыңғы тапсырманың дауысы кедергі келтірмеу үшін жоғары жақтағы обновить деген батырманы басып, ол тапсырмаларды жауып тастауға болады. Енді сіз мына сілтемені үнемі көшіріп Google-ға қойып отырмау үшін оны бастапқы бетке сақтап қоюға болады. Міне, мынау Google деген беттің төменгі жағында мынау жиі кіретін сайттарды осылай сақтауға болады. Мына жерге новый ярлык дейміз. Сілтемені қоямыз. Название. Дидактика дейік. Готово. Міне, біздің сайтымыз сақталды. Бұны бассақ, бірден жеке кабинетке өтеміз.